Сәлем бердік, менің аяулы көрермендерім. Есімім Айсен болады. Бүгін біз клубника шоколад букетте жасаймыз. Обязательно менде колебау шоколад. Бірақ өзіңіз білесіз, қандай шоколадпен жасайсыз. Желательно жақсы шоколадпен жасағаныңыз дұрыс. Обязательно қолды обрабатывать етеміз спиртпен, или болмаса жақсылап жуып алып, перчатка киеміз. Перчатка кимесек, қазіргі клубникалар өте нәзік. Жаз мезгілі ғой бізде қазір, өте нәзік. Қазақстанскийді мен клубника шоколад қаттық деп совет бермеймін, өйткені қазақстанский көпке шыдамайды. Жаңа Турция, Египет дегеніміз бізде көпке шыдайды. Ол клубникада ол холодильникте 2 күнге дейін спокойно тұра алады. Ал мына қазақстанский ол кешке тамам әдем болмай қалады, жырайып. Поэтому алсаңыз, жақсы клубника алыңыз. Алсаңыз, жасайын десеңіз, жақсы шоколад алыңыз. Өйткені барлық кайф сол жақсы клубникамен жақсы шоколадта болып тұр. Әне қазақстанский шоколадты емес, ол қазақстанский шоколад, қазақстанский клубника, оны мен ешқашанда совет бермеймін. Ол енді экономный вариант, ақшасы жоқ адамдар солай жасайды. Міне, мына жерде мен колебау шоколадын прям таразбен өлшеп алғам, 300 грамның 30 грамын алып қалғам, 270 грамм. 270 грамды мысалға сіз аласыз да 41 градусқа дейін микроволновкаға көтересіз. Микроволновкаға әр 30 секунд сайын салып, мешать етіп тұрасыз, араластырып. Араластырып тұрған кезінде осындай густота получается. Осы густотаны сіз 29-ға түсіру үшін жаңағы 30 грамм шоколадты сіз араластырасыз. Жақсылап тұрып араластырасыз, что қолыңыз шаршағанша. Бірақ сіз зато әдемі сізде шоколад шығады. Өйткені 29-30 градусқа түсірмесеңіз сіз неңізді, жаңағы шоколадыңызды айғыз болып қалады. 1, 2 іртік болып қалады. Өйткені сіздің шоколадыңыз күйіп кеткен болады. Матовый болады. Неғқан кезінде, жаңағы кепкен кезінде өзі көрініп тұрады, матовый болып, солай әдемі болып, прозрачный матовый болып. Міне мұнда мен қазір шарикті салып жатырмын. Шарикті де қолданған кезінде қатты шариктерді қолданбаңыздар. Өйткені адамның тісі қымбат, қазір тіс деген қымбат болып кетті ғой, өздеріңіз білесіздер. Тісті салудың өзі де, тісті жолудың өзі де қымбат, поэтому жандарыңыз ашсын жұртқа. Міне мұнда мен дизайн жасап жатырмын. Бұл шарик, арзан шарик. Шамамен 1000 теңге тұрады, жарты килосы. Ал сіздер декор ретінде неше түрлісі бар магазиндерде, бірақ шариктер, олар қатты, оларды алуға мен совет бермеймін. Көбінше бір-екі рет алып көріңіз, қатты болса, ондайды келесі жолы алмаңыз. Негізінде қаттылар сәл арзандау тұрады. Ал жұмсақтары олар қымбаттау тұрады. Кішкене 100 грамның өзі, жұмсақтауының өзі, мынандай кондитерский магазиндерде ол 500 бенен 1000 теңгеге барып қалады. Поэтому арзанға жүгірмеңіздер. Клиенттер менен сұрайды, қандай букет алғаным дұрыс? Приблизительно. Бірақ ол уже аржақта шешіп қойған, ол уже 5000-10 теңге өзіне шешіп қойған. Сонда да сұрайды. Мен айтам, ең азы 15 мыңға алсаңыз жаман болмайды. 15 мың теңгелік клубника ол смешанный вариант деп айтам, араласқан варианттар. Клубника шоколад, без шоколада, солай 5 шоколада 18, шоколадым 19 штук, общий 35 штук болады деп айтам. 37-35 штук болады деп айтам.
сол кезінде уже үлкен көрінеді да. А если сіз бюджетіңіз одан аз болып тұрса, онда мен сізге кеңес беретін едім. Онда бір 20 штук или болмаса 9 штуктан бокс жасауға болады да бізде да. Соны заказ берсеңіз болады. Бірақ ана кішкентай клубника шоколад букетін заказ берген кезінде менің өзім ұялып кетем. Оны берудің өзіне ұялам. Білмеймін қалай беріп жатыр ол адамдар, ар жағын өзім білмеймін. Менен алып кетіп жатқанда мен ұялам ол кісіге беруге. Бірақ оның қаражаты ары қарай жетпейді. Если сіз біреуге берем дейтін болсаңыз, үлкен жаңағы балалары бар адамдарға берем дейтін болсаңыз, бір 15 000 теңгеге клубника заказ берсеңіз болады. Мұнда біз мен өзім қазір мұнда обязательно қызыл цвет қостым ақ шоколадқа, солай жасалынды. Қызыл цветті қосқан кезінде сіз жаңа 29 градус кезінде қосасыз. Одан көп неде қосуға болмайды. Шоколадыңыз күйіп кетеді. 29 градус болу керек. Обязательно градус өлшейтін алуларыңыз керек сіздер. Бұл шоколадпен жұмыс істегенде. Өйткені үйде жасаған ол басқа. Конечно, біз де үйде жасап жатырық. Мен айтпаймын, что далада жасап жатырмын деп. Бірақ барлығы менде уже дайын. Да? Көріп тұрсыздар. Термометрде бәрін уже мен алғам. Сол сияқты, есеп бұндай тірлікпен айналсам, жұмыспен жасайым десеңіздер, обязательно сізде осы мендегі көрген заттар болу керек. Термометр шоколадтікі ол сары болады. Мен бірақ мынаның өзіме ыңғайлап алдым. Осы да маған болады. Мына салфетка клубниканы мысалға біз обязательно жақсылап жуамыз да. Жуғанда да хлор суға жумаңыздар. Крандағы суға жумаңыздар дейін. Фильтр таза суға жуыңыздар. Сол кезінде ұзаққа шыдайды да клубникаңыз. Если хлор суға жусаңыз да, тоже жаңағы срок годностіне влияет деді. Сол жағын ескеріңіздер, если мүмкін болса, хлор сумен жумаңыздар. Мен сіздерге біраз лайфхактар айтып жатырмын, бірақ сіздер естен шығармаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Жаңағы маған әдемі сөздер жазып тұрыңыздар. Мен чтобы келесі жолы сіздерге видео салып тұрайын, я. Ана бумажная салфетка бар ғой, оны желательно мен өзім пайдаланбаймын. Осындай обычный салфетка, там Карина бір нәрсе бар ма, соны пайдаланам. И многоразовый салфетка тоже пайдаланбаңыздар. Полотенце. Ол уже микроб жинайды деген сөз. Қаншалықты жума, ол микроб жинайды. Поэтому бұл уже сатылымға кетіп жатқан зат болғандықтан жақсылап сүртіңіздер, жақсылап жуыңыздар клубникаларыңызды. Өйткені клубникада бір тамшы су қалса да шоколадыңызды құртады. Шоколадыңыздың түрін құртады. Клубникаңыз әдем болмай шығады. Поэтому жақсылап тұрып сүртіңіз. Сүрткенде де үйдегі полотенцемен, ана қонақ келгенде қойылатын полотенцемен сүрте салмаңыз. Желательно там салфетка бар ғой, обычный салфетка, который мен басында көрсеткен, сол салфеткамен пайдалана беріңіз. Ол қымбат емес. Қазір алдын 80 теңге еді, қазір 250 теңгеге көтеріп кетті. Кеше ғана алдым. Байқамайды екенсің. Міне бізде мына завитки деп аталады. Бұл енді біз қара шоколад, молочный шоколад деп аталады. Бұл енді осы молочный шоколад жасаймыз. Молочный шоколадты да сіз 30
30 градуста уже клубника сала аласыздар. Өйткені одан төмен уже болмай қалады. Клубникаңыз холодильникте кішкене бір көп ұстамайсыз. 5 минут ұстаңыз морозильникте, 5 минут, максимум 5 минут, 3 минут, 5 минут. Сәл салқындау болған клубниканы осы шоколадқа салған кезінде сізде енді клубника шоколад әдемі шығады енді. Сразу кебет, сразу қатып қалады. 30 градус. Достар, каналға лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Менде көбінше молочный шоколадты заказ береді жігіттер, қыздар. Өйткені кейбіреуінің мамасы разноцветный шоколадты ұнатпайды, ақ шоколадты, басқа шоколадтарды да. Кейбіреудің қызы ұнатпайды. Сөйтіп тәте осындай деген өздерінің өтініштерін айтқан жағдайда біз ақ шоколад, басқа шоколадты қоспаймыз. Ол мені айту керек та адамдар. Көбінше айтпайды. Бірақ сіздерге кеңес беремін. Если солай айтқан күнде от себя подарок деп ақ шоколадты бермеңіздер. Өйткені ол адам ұнатпайды, ол адам жемейді. Оған қоса сізге келіп тұрып ұрсады ондай адамдар. Осы жақында бір клиентім болған, Астанадан заказ берді енесіне. Бірақ ол ондай несін айтқан жоқ, предпочтениесін. Оны келіні ғой, білмейді ғой. Баласы емес қой, туған баласы емес қой. Бәтін білмейді екен. Осындай ситуация болды. Менің өзім шок болып қалдым. Неге маған ақ шоколад бергенсің, мен ақ шоколадымды лақтырдым деп. Конечно, ол менің қаншақты еңбегім, қаншақты уақытым, нервімді, и ол алды да лақтырып тастады. Қараңызшы, лақтырып тастады. Сол кезінде қандай болады? Это так обидно. Лучше бы біреуге берсе ғой. Жоқ, ондай емес. Ол адамдар сондай. Өздеріңізден от себя ничего не добавляйте. Сондай неше түрлі адамдар бар. Өзіңізді старается ренжітуге. Мына молочный шоколад бізде осылай уже кеуіп жатыр. Мына 4-шісін, 5-шісін қойып жатырмын, уже біріншісі уже кеуіп жатыр. Көріп жатсыз ба, байқап жатсыз ба? Полный кеуіп қалды міне. Ақ шоколадым да кеуіп тұр, молочный шоколадым да кеуіп тұр, қара шоколадым да кеуіп тұр. Міне уже жинайтын уақытқа келдік. Айтпақшы, реклама туралы айта кетейін. Реклама бізде қыздар көбінше бір несі, ошибкасы ол Инстаграм мен OLX-ке ғана реклама жіберетіні. Инстаграм мен OLX-ке ғана реклама жіберген кезінде адам, Инстаграмның іздейтін адамдары біздің Қазақстанда жастар ғана. И жастардың көбісі де отырмайды Инстаграмда. Мысалға бізде Қазақстанда 50% жастар Инстаграмда отырады, 50% жастар отырмайды. Көбінше Тугистен іздейді. Бұндай подарок керек болса, Тугистен іздейді. Тугис ол сіздің картадан іздей салады, Гугледен іздей салады. Сөйтеді, сіз реклама бермедіңіз қой. Ол картаға бермедіңіз, Гуглеге бермедіңіз. Сіздікін не қарамайды, жаңағы реклама, кім Тугиске реклама жіберді, кім картаға реклама жіберді, соларға ғана қарайды. Бұны неге айтып жатырмын? Сіздер бір Инстаграм мен OLX-ке қарап отырмаңыздар. Барлық жақтағы, мысалға, Яндекс бар ма, жаңағы Facebook бар ма, Google бар ма, Тугис бар ма, карталары бар ма, барлық жаққа реклама жіберіңіз. Рекламаға қаншалықты көп ақша жұмсайсыз, соншалықты сіздің бизнесіңіз жүреді. Соншалықты сіз танымал боласыз. Танымал болып алсаңыз, одан кейін кішкене азайтуға болады рекламаны. Так, қазір көтерілгенше ақша салуыңыз керексіз бұл бизнеске. Туысқандарға мен өзім жұмыс істегенді жақтырмаймын. Мен туысқандармен жұмыс істемеймін де. Осы букетін, шыны керек, дәл осы букетін туысқаныма бердім.
бірақ өзім осы видео үшін ғана деп көбірек жасағаным болмаса, негізінде туысқаным особо көп ақша төлеген де жоқ. Өзінің себестоимостьін төледі, шыны керек. Реклама туралы айта кетейін. Тағы да туысқандарға чаттарына жіберіңіздер. Обязательно туысқандарыңыздың барлығына, мысалға сіздің үйіңізде қанша адам бар, солардың барлығының туысқандарын, достарын, класстастарын бәрінің чаттарына жіберуді өтініңіздер, сұраңыздар. Өйткені адам адамға сенеді. Если сенімді адамың осы жерде жасайды деп айтса, ол адамға сенесің, поэтому барасың. Мысалға бізде Қазақстанда қанша миллиондап вложение салып, ақшасынан айырылып қалып жатқаны да осы туысқандарға сенгеннен, да. Поэтому ол жаман жағынан айырылып қалып жатыр да, жақсы жағынан бізге ол пайдасы, что сіздің заказыңыз болады. Достар, осымен видеомыз соңына жетті. Сіздер лайк, подписка каналға жасауды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі жолы сіздерге видео көрінетіндей достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіңіздер. Міне уже аяғында тұрды. Обязательно бетін прозрачный пленкамен жабыңыздар. Жаз мезгілі болса, обязательно жабу керек осылай. Өйткені клубникаңыз қай жақтікі екені білмеймін ғой, енді Қазақстандікі болса, ол шпажкадан шығып кетеді, көбінше ұзаққа шаппайды. Мына менде турецкий клубника, ол қаттылау. Конечно, бұл тәтті деп айтпаймын, но зато шоколад по-любому тәтті, екеуі сочетать етеді. Поэтому мен осы клубникамен жұмыс істегенді жөн көремін. Ал достар, енді біздің видеомыз соңына жетті. Сіздер каналыма тіркеліп, лайк, подписка жасап, комментарий жазып, өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Тыңдасаңыздар, біраз лайфхактар айтылды. Если керек болса, қайта тыңдап көріңіздер. Мен біраз нәрсені айттым деп ойлаймын. Сау саламатта болайық, аман болыңыз, отбасыңыз аман болсын. Осы айдың 15-не айтпақшыдай клубника қазақстанскийді сатып алуға болады, одан клубника жасауға болады, бірақ базардан алмаңыз деп кеңес беремін. Сау болыңыз.